Салем достар, сіздермен болған мен Али Тока. Бүгінгі бізде сыныптастардан екінші бөлімі. Сіздерге бұл серия қатты ұнайды деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик кетуді ұмытпаңыздар. Біз және де сериямызды бастайық. Мүмкін құрбымды кешіретін болармын, ол да мені кешіретін болар. Барып оламен достасып кетсем бола ма? Бірақ мен оны сатып кеттім ғой, енді не істеймін? Кешірім сұрасам екен? Ол бірақ менен кешірім қалай сұрайды? Мен одан ұрыс естідім ғой. Онда барып онымен кешірім сұрайын. Ей, сен мұнда не үшін келдің? Барсаңшы, бар, басқа дос тапсаңшы. Мені сатып кетіп едің ғой. Не болып қалған саған, а? Мөлдір, мені кешірші, бұл ісім үшін өкінетін болармын. Мен дос болыңдаршы, өтінемін. Менде дос жоқ, өтінемін. Дос болыңдаршы. Ойланамын, қазір да тұр. Әрине кешірім сұраймын. Өйткені сен мен жан досымсың ғой, досым-ау. Жарайды, соңғы мүмкіндік болсын. Егерде тағы да ұрысып қалатын болсақ, болды, дос болмай қаламыз, жарай ма? Жарайды. Сенің атың кім? Менің атым Гүлсезім, жасым 10-да. Ал сенің атың кім? Менің атым Али, жасым да 10-да. Сендер барлықтарың 10-дасыңдар ма? Иә, мен де 10-дамын. Мен де 10-дамын. Онда менімен құрдас екенсіңдер ғой. Онда бесеуміз дос болайық, иә ма? Мен қарсы болмаймын. Мен де қарсы болмаймын. Мен де. Және де мен де қарсы болмаймын. Бесеуміз бірге дос болайық, және де бірге сабаққа қайтамыз, бірге жүреміз дегендей. Жарай ма? Жарайды. Саламатсыңдар ма оқушылар? Мен қазақ тілінен беретін апайларыммын. Кітаптарыңды қане аша қойыңдар. Саламатсыз ба, апай? Саламатсыз ба, апай? Мен бұл баланы бірінші рет көрген сияқты едім. Сен жаңадан келген оқушысың ба? Иә, апай, мен жаңадан келген оқушымын. Атым Али, жасым 10-да. Танысқаныма қуаныштымын. Онда мені Фариоз апай деңдер. Короче, Фариза апай деңдер мені. Фариза апай. Танысқаныма қуаныштымын, Фариза апай. Біз де танысқанымызға қуаныштымыз. Иә. Қоңырау соғылғаннан кейін. Қоңырау соғылды, балалар, сау болыңыздар. Үйге тапсырма берілді. 18-ші беттасыңдар. Үйге осындай тапсырманы алыңдар. Ертең орындап келетін болыңдар, жарай ма? Жарайды, апай. Жақсы, менің кетуім керекпін. Сау болыңдар. Сау бол, жаным. Сау бол. Тоқтай тұр. Сен мені жаным дедің ба? Иә, не болды? Айтуға болмай ма? Мен бірінші рет бұны көріп тұрмын. Сен мен жаным дегенде жаным дедің ба не? Мен сені жақсы көремін, жаным. Мен де сені жақсы көремін, жаным. Жақсы, сау болыңдар, ертең кездесерміз. Сөйтіп мен өз достарымды тауып алдым. Және де маған қатты мектеп ұнады. Қатты ұнады, өте қатты ұнады. Және де мен мөлдірмен достасып алдым. Менде достар көп, 4-уақыттар. Мен әрқашан онымен дос тауып аламын. Ал енді ұйықтайын, ертең маңызды күн. Таң атқан соң. Тұрдым. Енді достарыммен танысуға бола ма? Енді мектепке бара берейін енді. Мектеп 8-де басталады. Сәлем достар, мен келдім. Али, қалайсың? Әли, қалайсың, жан досым? Қалайсың, Али, бауырым? Қалайсың, Али, жан? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Көңіл күйлерің жақсы ма? Иә, көңіл күйім жақсы.
Менде 100% жақсы. Менде де 100% жақсы. Иә, менікі де жақсы көңіл күйім. Жақсы, менікі де жақсы көңіл күйім. Сөйтіп олар бесеуі тату болып қалады. Достар, бұл бізде сериал аяқталды, және де бұл соңғы бөлімі. Сіздерге бұл қатты ұнайды деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Және де бұл достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.